Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін огородта қалған соңғы көк помидорларды жабатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі соңғы огородтан қалған көк помидорлар бөліп алдым. Пияз, бұрыштар, капуста, зелень, чеснок, лавр жапырағы, қара бұрыш, аспирин және қант пен тұз керек достар. Бірінші зеленімізді, чеснок, лавр жапырағын, одан кейін көк помидорларымды. Менде помидорларым майда, сіздерде үлкен болса, онда 4-ге 5-ге бөліп салсаңыздар болады. Бұрыштар, пияз, капуста слой-слой қып салып, банкамызды нығыздап толтырамыз. Барлығын нығыздап банкімізге салып аламыз. Енді осының үстіне қайнаған суымызды құямыз. Менде 3 литрлік банка, шамамен 1,5 литрдай су кетеді. Жарты сағаттай уақыт өтті, суым суып қалды. Енді оны төгіп, 3 литрлік банкіге 3 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант салдым. Себебі менде помидорлар кішкентай, ащы және 3 аспирин. Енді осының үстіне қайнаған суымызды толтырып құйып, банкымызды жауып аламыз. Біздің мариновый көк помидорларымыз дайын. Рецепт ұнаса, менімен бірге болыңыздар.